Мен жай ғана бір нүкте салайын. Енді бір қызығын қараңыз. Осы нүктеде бізде бір ғана нүктеде шамамен 10 квадриллион атом бар екен. 10 квадриллион атом. Бұл миллион емес, бұл миллиард емес, бұл триллион емес. Квадриллион, 10 квадриллион. Бір ғана нүктеде. Мен 2 нүкте салсам, 3, 4, 5. Мына тақтаға жалпы қанша нүкте сыяды? Менде қаншама атомдар бар? Бүкіл адамдар жер бетіндегі. Енді бүкіл жер беті дейік. Әрбір заттар, әрбір тіршілік иелері барлығында атомдар болатын болса, ойландыратын мынандай мәселе бар. Ойлап көріңіз. Сол әрбір атомды жеке-жекеден әлемнің, анықталған әлемнің бір шетінен екінші бір шетіне дейін әрбіреуін жеке-жеке таситын болса, мына біздің бір адамның болсын, адам демеймін, бір қарапайым тіршілік иесінің болсын, тірі ағзаның пайда болуы бәрібір де жүзеге аспайды екен. Қалайша біз адамдар пайда болып, қалай өліден тірі пайда болып? Осы видеода түсіндіруге тырысам, видеоны соңына дейін қараңыз. Видеода көретіндеріңіз тіршілік иелері өз-өзінен пайда болуы мүмкін бе? Егер пайда болса, олардың ықтималдығы қаншалықты төмен? Үлкен әлемде бізден басқа тіршілік иелері бар ма? Және неге тіршілік иелері болса, олар мүлдем басқаша болу керек? Біз ойлағандай емес. Химия, биология немесе физика арқылы жаратушыны табуға бола ма? Эйнштейн мен кванттық теорияның айырмашылығы не? Неге екі теория бір-бірімен сәйкес келмейді? Және бүкіл әлемнің жаратушысы бар екеніне қандай мысалдар келтірсе болады? Осы видеода көретін боласыздар. Жалпы ғылымда түсіндіретін гипотеза бар. Теория емес, гипотеза. Гипотеза әрине теориядан да әлсіз болады. Бірінші танымал гипотеза дейік. Абиогенез деген бұл рибонуклеин қышқылы РНК, ақуыз дейміз ғой, белок. Солары бірігіп, РНК репликациясы болып, белок пайда болып, белоктан клетка пайда болуы, былайша айтқанда, клетка шығу керек. Ал клетка деп отырғанымыз жасуша. Яғни клетка жасуша өте қарапайым тірі организм болып саналады. Ғалымдардың түсіндірмесі бойынша сол клетка бөлініп, сосын тіршілік иесі күрделеніп, сосын біз пайда болдық дейді. Екінші бір гипотеза бар, бұл панспермия деп аталады. Панспермия деген бұл дәл абиогенез секілді басқа жерде болады. Мысалы қараңыз, мынау жер планетасы десек, мынау бір басқа планета дейік. Сосын ол планетада абиогенез жүрді, сосын тіршілік пайда болды дейік. Сосын ол қалдық бір астероид метеориттермен жерге келді. Сосын жерге келіп, сол жерде тіршілік қалыптасты. Яғни сол мына басқа жерде абиогенез жүріп, жерге келіп тұр. Яғни бұл гипотеза бізде панспермия деп аталады. Ғылымда барынша түсіндіргісі келеді осы мәселені. Әрине, менде басқа ғылыми дәлелім бар дегенім емес. Мына гипотезалардың өте әлсіз екенін түсіндіргім келеді сіздерге. Өте әлсіз екен. Және мен бұл гипотезаларды қабылдамаймын. Енді мынаны қараңыз. Бұл белок, ақуыз. Ол бірнеше амин қышқылдарынан тұрады. Мәселен, оның құралуында ғалымдар ол сыртқы әсер себебінен өзінен құралды дейді. Бірақ ойландыратын сұрақ, ол құрала ала ма? Құралу ықтималдығы қаншалықты төмен? Қаншама попытка керек екенін білесіз бе? 10-ның 164 дәрежесі. Бұл өте үлкен сан. Бұл сан өте көп. Шамамен айтқанда 100 миллион, триллион деп әрі қарай жалғасып кете береді. Мәселе мынада. Мәселе әлемнің пайда болуы. Басқа жерде абиогенез жүріп, тіршілік өзінен пайда болып, сосын панспермия жүзеге асты деп, мен оған келіспеймін. Қалайша тіршілік пайда болып тұр деген сөз. Тағы да. Енді ғылымда шамамен 13,8 миллиард жыл бұрын әлем пайда болды дейді, үлкен жарылыс әсерінен. Қазір оған дәлел болатын мықты ақпараттар бар, сәулеге байланысты анықтаған. Әлем үлкейіп жатыр, оның белгілі бір шеті бар. Демек, сол бір шекті әлемде қалайша абиогенез жүріп үлгереді? Өліден тірі пайда болу дейтін өте қиын нәрсе болып тұр. Енді басқалар айтуы мүмкін ғой, болды, клетка пайда болды, жасуша пайда болып кетті, болды, басқа тіршілік иелері көбейіп пайда болады деген сөз емес. Қайда көп процестер жүру керек? Мысалы, бізде тағы да басқа процестер бар. Митохондрия пайда болу керек жасушада, эукариотты жасуша шығу үшін. Ол бізде эндосимбиоз дейді. Ол да өте күрделі процесс. ДНК пайда болу керек.
бұл да өте күрделі ДНК дейтін. Сосын бізде тағы басқа органоидтар пайда болу керек. Жасушаның органоидтар бірге жұмыс жасау керек. Эукариоттық жасуша болу үшін, себебі эукариоттық жасуша тірі организмдерді, күрделі организмдерді құрайды. Қысқасы былай, мен осы жазып көрсеткенім. Бұнда әртүрлі процестер бар, әрбіреуінің жүру ықтималдығы өте төмен, өте қиын. Мәселе мынада. Жерде РНК пайда болу керек. Сосын РНК репликациясы болып, әрі қарай белок пайда болу керек. Белоктың пайда болуының өзінің ықтималдығы өте қиын. Енді әрі қарай белок пен РНК-дан клетка, қарапайым, сосын ДНК пайда болып, басқа органоидтар пайда болып, мысалы эндосимбиоз арқылы митохондрия дейтін органоид пайда болып, эукариотты жасуша пайда болу керек. Ол эукариотты жасушаның әрбір органоиды бірге керемет жұмыс жасау керек. Ол жасушаның бөлінуі бар, митоз, миоз дейтін. Сондай-ақ жасуша бактерияларда мысалы жгутик дейтін бар. Шыны керек өте күрделі. Мынандай эралар бар: архей, протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой дейтін. Қиындау болуы мүмкін, бірақ қарапайым нәрсе. Қараңыздар, архей деген эрада ең бастапқы жердің қалыптасып пайда болған кездері. Сол архей эрасының өзі бірнеше миллиард жылға созылса да, оның нақты аралығында ғана қолайлы орта болды. Ойлап көріңіздер, шамамен 100-500 миллион ғана жыл керек болды. Көп дегенде 500 миллион жыл бағанағы процестер жүріп өтуі үшін. Енді бұның барлығының абсурдтығын бір ғана мысалмен көрсетсем болады: белоктың пайда болу ықтималдығымен. Белок амин қышқылдарынан тұрады. Енді амин қышқылдарынан белоктың пайда болуы деген өте қиын. Анықталған әлемді алайық және оған мост тұрғызайық, жай мысал ретінде. Бұл бізде бірнеше миллиард жарық жылы болады аралығы. Яғни 90 миллиард жарық жылы. Сол 90 миллиард жарық жылы аралығын жай ғана қарапайым микроб, микроорганизм, амеба сол арқылы қозғалсын дерлік. Амеба өте баяу қозғалады, яғни бір қадамдай бір жылда, бір қадам жасағандай бір жылда ғана. Өте баяу. Енді солай ол қозғалып, әлемнің бір шетінен екінші бір шетіне барып келсін дейік. Сонда не болады? Амин қышқылдарынан бірде-бір белок әлі де құрылмайды. Енді ол атомдарды тасып бастасын. Бір атомды алды, мысал ретінде, жай мысал, әлемнің бір шетінен екінші бір шетіне барып келді. Одан кейін ол тағы да солай жасайды. Атомды алып, әрбіреуін жеке-жеке тасайды, атомдарды. Әлі де бір белок құрылмайды. Амебаның баяу қозғалысымен әлемнің бір шетінен басқа шетіне бірнеше миллион рет барып келсе де, миллиард рет барып келсе де, бірде-бір белок құрылмайды. Видеоның басында айтылды, бір ғана нүктеде 10 квадриллиондай атом бар деп. Енді ойлаңыз, бір нүктеде бұл. Бір ғана нүктеде 10 квадриллиондай атом болса, бүкіл жер планетасында қанша атом бар? Сол бүкіл жердің атомын амеба жеке-жекеден тасып бітіретін болса да, бірде-бір белок өз-өзінен құрыла алмайды. Енді сұрақ туындайды, 13,8 миллиард жыл әлемнің жасы болса, сол жылда қалайша белок қана емес, жасуша құралып үлгереді? Біз әлі басынан өткен жоқпыз. Әрі қарай қаншама күрделі процестер бар. Мысалы, фотосинтездің пайда болуы, газ алмасу күрделі процестерге жатады. Мынау бізде өкпе, мынау бізде терек. Процестер шын мәнінде бір-біріне қарама-қарсы жүреді. Яғни фотосинтезда терек бізде көмірқышқыл газын сіңіріп алады. Ол СО2 бізде. Және ол суды алады. Су бізде H2O. Сөйтіп H2O, СО2 жарықты пайдаланған, сіңірген терек әрі қарай бізге O2-ні бөледі. O2 бұл оттегі, және бізге глюкоза береді. С6, H12, O6. Бұл бізде моносахарид. Глюкоза қайда десеңіздер, терек жемістері, өсімдіктерді тәтті дәм беретін жемістеріне бұл глюкоза. Глюкоза да фотосинтез нәтижесінде жүреді екен. Енді газ алмасуды қараңыздар. Газ алмасу керісінше мына оттегіні шығарды ғой. Мына оттегіні біз сіңіреміз. Яғни бізге оттегі қажет. Ал өсімдікке көмірқышқыл газы керек. Ал біз көмірқышқыл газын бөлеміз, сол СО2-ні бөлеміз, оттегін сіңіріп. Міне бұл бізде газ алмасу деп аталады. Ал бұл фотосинтез деп аталады. Яғни бір-біріне қарама-қарсы процестер. Осылай жалпы. Міне осы фотосинтездің пайда болуы, газ алмасу да
өте күрделі болып тұр пайда болуы. Тек бұл ғана Осы емес. YouTube парақшада алдыңғы видеода айттым, эволюция туралы видеода жгутиктар туралы. Жгутиктар бұл құйрықтар микроорганизмдерге арналған. Сол қатты таңғалдырады, себебі ол эволюцияға сәйкес келмей тұр. Себебі олар 200 белоктан тұрады. Біреуі жасамаса, бүкіл жгутик жасамай қалады. Ол және бірден пайда болу керек болып тұр. Ал бұл эволюцияға қайшы. Эволюцияда уақыт өтуіне байланысты жаймен қалыптасады деп түсіндіреді ғой. Және бір таңғалдыратыны бұның құрылысы кәдімгі мотор қайық секілді жұмыс жасайды. Бұл неге дейсіздер ғой? Бұл өте кішкентай бөлшектердің қозғалысы үшін керек. Адамдар ұрпақ жалғастырып көбейгенде де осы жгутиктар қозғалыс рөлін ойнайтын. Сондықтан ғалымдар әлі таңғалады. Бұл қалайша табиғат осындай керемет мотор секілді құрылысты жасады дегендей. Бұл туралы биология саласындағы профессорлар, мысалы Майкл Бихи, Говард Бергтің өзі де айтып кеткен. Және бұның құрылысы керемет мотор секілді деген. Осыны бағдарламаға кіргіземіз. Intelligent design, саналы интеллект дегенге байланысты айтқан, соттасуға дейін барған, бірақ ғылымда бұны қабылдамай қойды. Маған айтуларыңыз мүмкін, сен постфактуммен сөйлеп тұрсың, бұл нәрсе болып кетті, және болған іс болды. Қалай екені, қалай болса да болып тұр деулеріңіз мүмкін. Сол үшін ол бір кездейсоқ, бір керемет сәйкестікпен үлкен әлемде болды деулеріңіз мүмкін. Бірақ ойландыратын сұрақ, 13,8 миллиард жыл бұрын, демек үлкен жарылыс болып, әлем пайда болған. Сол әлемде қалайша өте күрделі процесс болып тұр деген сұрақ туындайды тағы да. Біздің ағзамыз көміртегіге негізделген, яғни углерод. Сол көміртегі өте көп байланыстар жасай алады, бірнеше миллионнан асып кетеді. Енді ойлаңыз, сондай ортада біздің жерімізде фотосинтез, газ алмасу деген процестер жүріп жатырады. Ал басқа тіршілік иелері болса, олар біз ойлағандай емес, мүлдем басқаша болар еді. Олар оттекті сіңіреді деген сөз емес. Енді мәселе мынада. Бағанағы көміртекті негізді тіршілік иесі пайда болу үшін абиогенез жүру керек болады. Яғни жасушалар керек болады. Себебі көміртегі жалпы байланыстар түзеді өте күрделі. Сондай байланыстардың бірі ол амин қышқылдарын құралады. Бағана мысал келтіргенде амин қышқылдары белокты құру керек болады, белок жасуша құру керек болады. Ал жасуша мына тіршілікті, үлкен тіршілік иелерін құраушы тірі организмдер. Енді сұрақ туындайды. Басқа элементтер ше, олар бөлек ерекше тіршілік иелерін құра ала ма? Яғни бұл бізде силициум. Осы силициумда байланыс түзе алады ғой көміртегі секілді. Одан да басқа тіршілік иелері пайда болуы мүмкін ғой дейді басқалар. Бірақ мәселе мынада, кремний ол көміртегі секілді емес. Ол тұрақсыз десем болады. Сондықтан кремнийге негізделген осындай тіршілік иелерінің болуы шын деп айтуға келмейді. Себебі мұндай күрделі құрылымды ол элементтер құралмайды деп айтсақ болады. Пайда болмайды. NH3 аммиактық өмір болуы мүмкін дейді. H4 метандық өмір болуы мүмкін деп айтып жатырады. Яғни мысалдар келтіреді. Сондай кремнийлік өмір. Бірақ бұның барлығы бізде жетпейді көміртегіге. Сондықтан тіршілік болғасын, көміртегіге негізделген тіршілік болу керек. Ал көміртегіге негізделген тіршілік кім біз? Біз. Асықпай дұрыстап ойланып көріңіз. 13,8 миллиард жыл шамамен әлемнің пайда болғаны, үлкен жарылыс болғаны делік. Енді сол үлкен жарылыстан кейін кеңейіп жатыр. Кеңесе оның бір шегі бар деген сөз. Кеңейгеннің өзінде керемет дәлдікпен кеңейіп жатыр. Тез кеңейіп кетсе әлем жойылып кетеді. Баяу кеңейсе әлем жойылып кетеді. Оның керемет бір дәлдігі бар. Сол дәлдікте қалайша абиогенез болып, қалайша әрі қарай өте күрделі процестер болып, эукариотты жасуша қалай пайда болды, органоидтар қалай пайда болып үлгерді, егер бір биологтың өзі қалыптасып үлгермесе. Менің түсінгенім былай, шынымен де жаратушы өзін білдіртіп қойған жоқ, бірақ бізге бірнеше белгілер берді. Көптеген белгілер, ақылды салып, ізденіп ойлайтын адамдарға анық белгілер бар шынымен де. Мені бір қапаландыратыны, ғылым іздендім, болды, мен атеистпін деп кетеді кейбір адамдар. Жаратушы жоқ деп кетеді, ғылым іздендім деп. Бірақ сондай адамдарға айтарым, сіз дұрыстап ізденбегенсіз. Және ешқашан да айтпаңыз, дін ғылымнан алыстатады деп. Мен мұсылманмын, бірақ ғылымды ізденіп, керісінше қызығушылығым артып кетті. Және бұл видео бірінші бөлім. Әлі де жалғасы бар. Физика бойынша да дәлелдемелер бар. Соны мен алдағы уақытта салуға тырысамын. Видеоны таратыңыздар, үзінділерін сала берсеңіздер болады, керісінше жақсы қолдау болар еді. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет айтамын. Келесі кездескенше.